Сәлем достар, бүгін сіздермен хит болып жатқан өте дәмді әрі тез дайын болатын восточный пирог дайындаймыз. Ең алдымен бізге құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне 1 чай қасық қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Қантымызды қосамыз, 40 грамм. Керек нәрселерін астында жазып кететін боламын. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен езіп, жұмсақ қамыр елейміз. Майымызды жақсылап араластырғаннан кейін, үстіне 1 жұмыртқамызды қосып, жақсы жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымызды оқтаумен жайып, керегімізше формочкамызға орналастырамыз. Менде диаметрі 24 сантиметрлік форма. Формамызға қамырымызды салып алдық. Енді оның үстіне салмасын саламыз. Мен алдын ала жуып, тазалап және турап алған болатынмын. Бір келкі орналастырып, үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенка өздеріңіздің қалауларыңызға қарай таңдасаңыздар болады. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 30 минутқа печкаға қойып пісіреміз. Пирогымыз дайын болды, өте әдемі және дәмді болып пісіп шықты. Мен сәндік үшін үстіне қант ұнтағын сепкен болатынмын. Мен сіздерге қазір кесіп көрсетемін. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде.